Кітабыңызды 83 жасқа келгенде ғана жаздыңыз. Пандемия басталғанда. Бұған дейін неліктен қолыңызға қалам алып, осы бастан кешкеніңізді қағаз бетіне түсіргіңіз келмеді? Артымыздан қуып келе жатқан жау бар. Төбемізден атып жатқан зеңбірек бар. Самолет келіп, суға келіп, мен бір жерден осы жерден демалайық десем келеді, ол жерде төбеден бомбалап болып кетеді. Менімен қалам дегендерің болса деп Осман Бата өзіне қарасты елін алып қалған. Қой менен домыздың тұяғының айырмашылығы бірдей. Екеуінде жейсіздер деген. Дін деген жоқ, коммунист боласыздар. Bir күн түнде 30 кісі өлген күндер болды. Өзімнің шешем ішінде. Балалардың есебін ішкен көбі аурудан құтқарылып, аман-есен Түркияға жетті. Өзінің ұлы шешесін бала ұқсатып тосып отырғызып дәретке, сөйтіп астын құрғатып келдік. Кейбіреудің тұқымы құрып кетті. Бала да қалмады, әке де қалмады, шешесі де қалмады, бәрі өлді. Бұрында біздің аталарымыздың басын Қытай алды ғой. Бұл Бақытжан Бұқарбаймен бас қосу. Бүгін бізде бағдарламада ерекше қонақ. Естеріңізде болса, осыдан 4 жыл бұрын біздің баспамыздан, Амалбукс баспасынан Аспантау асқан үркін көш деген кітап жарық көрген еді. Бұл кітап Шығыс Түркістандағы қазақтардың еркіндік, азаттық, тіл, дін мәселесіне күресі жайында сыр шертеді, баяндайды. Бұл кітапты Годфри Лайс 56 жылы Лондонда басып шыққан болатын. Біз оны қазақ және орыс тіліне аударған едік. Енді бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы осы кітапқа тікелей қатысы бар. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының бұрынғы төралқа мүшесі, Көлн қазақ мәдени орталығының және Еуропа қазақ федерациясының бұрынғы төрағасы үлкен ақсақал Абдурахман Четин ағамыз. Аға, бізге уақыт бөліп келгеніңізге рахмет айтамын. Сіздің жақында кітабыңыз жарық көрді, өмір жолымдағы соңғы көш деп аталады. Енді бағана мына кітапты айтып өттім ғой. Ал мына жерде сіз өз атыңыздан бүкіл бастан кешкендеріңізді, қалай көште болдыңыз, қалай күресте болдыңыз бала кезде, осыны жазып шығардыңыз. Жалпы осы кітаптың идеясы сізге қайдан келді және неше уақытыңызды арнадыңыз жазуға? Рахмет. Бұл кітаптың енді бұлай айтқан уақытта біздің жас кезімізде, бала кезімізде көрген білгенімізді, о кезде көш 1948-ден басталады. 49-да одан кейін біз Тибет арқылы Хималия асып, Индистанға келгенбіз. Бұл арадағы Хималай асқан кезеңдегі, Шыңнан асқан кезіміздегі 3 жылға созылады. Бұл оңай сөзбен бола қоятын бір айтқанда бола қоймайды. Аш жалаңаш қанша мың кісі шықсақтағы қырылып Индистанға келгенде аз бір санмен Кашмирге келіп жеткенбіз. Сіз нешеде болдыңыз? Кашмирге келген кезде ме? Сол көште болғанда жасыңыз нешеде? 7-8-9 жасымда. Есіңізде не қалды? Есімде қалған сол кездегі Шығыс Түркістаннан шыққаннан Хималай асқандағымыз, одан кейін Кашмирге келгендегіміз, одан кейін Кашмирде тұрып 4 жылдан кейін Түркияға қоныс аударғанымыз. Енді бұл қоныс аударған дегенде бұл оңай болған жоқ. Кезіндегі тауқыметті заманда өте қиын қыспақты күндер. Хималияда ауаның жетіспегендігінен адамдар істейді, ыстан қырылып өлгендер. Олардың саны былайынша білінбейді. Негізі тауда тұман бар, не бар. Біреу әуел көрінбей қалып жатыр. Өлгендерді сүйегін жасырып көміп кетуге де шама келмейді. Кейбіреуінің әрең зорға 2-3 рет от жағып топырақты отпенен біраз ыстық барып қазған болады. Ода кейбір адамның ғана бетін жауып кетесіз, қалған жартасқа, үңгірге апарып бетін. Осы жерде сөзіңізді бөлейін, өйткені біздің көрермендеріміздің арасында бұл тарихты білмейтіндер де болуы мүмкін. Бұл көшке түрткі не болды? Бұл көшке түрткі біздің ал дегенде дініміз түрткі болған. Біз енді о кездегі өкіметтің бізге айтылған... Қытайда айтып отырсыз? Қытайда. Енді жол басшылардың бәрін шақырып, оларға елді күттіңдер деп не берген ғой. Сол кезде айтқан, сіздер дін деген жоқ, коммунист боласыздар. Екіншісі, қой менен домыздың тұяғының айырмашылығы бірдей, екеуінде жейсіздер деген. Содан кейін барып бұл енді біз діннен болсақ,
Erteң urpaklarımız ne болады деген. Бұрында бұдан бұрын көш болған ғой, Елісқан батырдың кезінде де. Сол көштің ізіменен сол Үндістанға баруды жобалаған ғой. Бірақ күрес жүрді ғой. Коммунистерге қарсы, жалпы мынау Қытайдың ұлтшыларына қарсы қазақ өзінің сол байырғы заманнан мекендеп келе жатқан жері үшін күрес жүргізді. Осы күрес туралы да айтып өтсең. Енді сіз баласыз ғой, бірақ есіңізде не қалды? Есімде қалғанда біз сол кездегі әзіргі Шығыс Түркістаннан шыққан Осман Батыр деген атақты батырдың мен бірге тізесінде отырып сол кісілердің кеңесінің ішінде болып, құлағымызда қалғандары, сол кезде біз о кісіменен бір жылдай бірге көшіп жүрдік. Бірге атысып, бірге шабысып, артымыздан қуып келе жатқан жау бар. Төбемізден атып жатқан зеңбірек бар. Самолет келіп, суға келіп, мен бір жерден осы жерден демалайық десең келеді, о жерде төбеден бомбалар болып кетеді. Сөйтіп жүріп, әйтіп Айраңзорға неге жеттік қой Тибетке. Тибеттен кейін барып біз үшке айырылдық. Одан кейін біз енді қалам дегендерін қалыңдар, кетем дегендерін кетіңдер. Менімен қалам дегендерің болса деп Осман Батыр өзіне қарасты елін алып қалған. Мен енді арттарынан келесі жылы көктемде қайтадан елге барып арттарынан келем. Сендер осы неден бұрынырақ қыс түспей, мына күз келе жатыр, осы Гималияны асып кетіңдер деп, ол кісінің жарлығыменен ел екіге бөлініп, және де қалып қалғандар болды. Басқа недерден қалмағандар, тәуекел дегендер, сол мына Солтан Шәріп біздің ағамыз бастаған көш, Құсайын Тәж бастаған көш, Қалибек бастаған көш. Осы көштер бірақ Үндістанға шегіп келдік бірге. Қытайлар не үшін сонда, Қытай коммунистерін айтып отырып, не үшін сонда қазақтың көзін жоймақ болды? Енді күрес жүрді. Сосын қазақтар жолға шықты, жерін тастап. Енді Қытайлар қайта қуанудың орнына неге ізіне түсіп отырып, шайқас беріп, жаңа өзіңіз айтқандай ұшақтан бомба тастап, қазақтар түгел жойғысы келді? Ол енді түгендегісі келгенде шетелге азат, енді ол кезде бізге үлкендер былай түсіндіреді, азат елге шығамыз деп. Енді сол тақырыппен азат елге шығып келсе, біздің неменемізді о жақта біліп қояды. Оларды соған жеткізбей қырып тастауға деп олардың не қылған жоспары солай ғой. Оған біз енді сол ана басқа жолмен шықпай, сол қайдағы қиын қыспақ таудан, тастан жүріп мал, біздің көлігіміз жылқы, түйе, осымен жүрдік қой. Сонда оларға сөйтіп біз ұстатпай қашып шығып отырмыз. Соғысып отырмыз, артымыздан кеп тиісіп жатыр, шейіт болып жатыр. Мына әсіресе ең неменелі болған қиыншылық, ана Хималайға келген уақыттағы ыстың несінен бір күн түнде 30 кісі өлген күндер болды. Өзімнің шешемдің ішінде. Таңертең қарасаңыз 30 кісі өліп жатыр. Ал бұларды қайтып көмесің, қайтып не қыласың? Бұл күндегісі 10-нан, 15-тен, 5-тен, кейбіреу ана аспандағы түскен бұлттан көрінбей адасып қалғандар, қол аяғы үсіп түскендер, ашшылық, тамақ жоқ, су жоқ, малдың өзіне беретін шөп жоқ. Мал жайылатын мына Хималияның арғы бетінде шөп болмайды екен, бір тал шөп. Сол кезде енді малды қайтеміз, бұл біздің көлігіміз, осыдан қайтып шығамыз деген уақытта соған үлкендер ақылдасып, мен сол ел бастап келе жатқан. Оған енді мына өзіміз ертең қаламыз жолда. Осы үшін мына малға өзіміздің айдап келе жатқан азына қойымызды осыны сойып, осының етін жегізейік деген. Сол жоспармен малдарға жаңағындай қойдарды сойып, жылқыға да, түйеге де етті берген уақытта олар етті қаужындап жеген. Соныменен бір қанша заман алып сол түйеге менің қойдың етін беріп сөйтіп шықтық. Ал енді ысқа қандай бір дәрі-дәрмек болады деген уақытта мені уды у қайтарады деген біреулерден не болды. Ал о қалай болады деген уақытта мынаған жас еркек балалардың несебін ішу керек. Кішілердің былай айтқанда. Молдаларға пәтуа берді сондай. Одан кейін молладардан сұрайды. Бұған енді бола ма пәтуа дегенде молладар айтады, әгер өзіңнің өлетініңе көзің жетіп жатса, сен сол бір уақыт тоңыздың детінде жеп өзіңді құтқарып қалуың керек. Сол үшін бұл болады деп пәтуа бергеннен кейін, одан кейін барып сосын баладардың несебін ішетін болады. Ал баладардың несебі ол келіп тұрған бір немес қой, ағып тұрған. Оғанда тамақ керек, оғанда ішу керек, оғанда ода жоқ о балада. Бәрі жалпы аш келе жатыр. Сонда одан да
адам несеп сол кездегі баланы біреу мен, сонда 8 жасымдамын мен. Жеңгелерімізге бей қарағырт жүгір міне саптияққа бір аз сиіп берші десе, сиетін сізде не жоқ. Содан кейін ұрсып кетеді, қарағырт жүгірсе. Сөйтіп жүріп, енді соны әзір кітап жазып отырғанды ойласаң, енді сол кездегі баладардың есебін ішкен көбі аурудан құтқарылып, аман есен Түркияға жетті. Міне соның пайдасы сол кезде дейді. Осыған қатысты тағы толықтыра кетейін. Мен Түркияда болғанда да осы бірталай қазақтармен кездестім. Осы несеп ішкенге қатысты олар былай дейтін. Егер ішкеннен кейін адам қайтарып тастаса, онда беті бері қайтатынына көзіміз жететін. Егер қайтармаса, жаңа ыс болып, онда бұл адам көп ұзамай көз жұматынын білетінбіз дейтін. Бұл рас па? Ол рас. Кейбір адамдарға істейіп жатқанда, олар енді әгіндей не қонбаса, одан ол тесіліп ауырады екен. Денедер тесіліп, әр жерінен сары су ағып. Одан кейін оны сіздің аурухана бар ма? Сол түйенің чомы дейді, түйенің үстіне сол жайлап не салып соған бар жоқ көрпе жастығын төсеп сонымен 6 айға шекім адамдарды артып жүрген күніміз болды. Өзімнің ұл шешем менің сол 6 ай деген біз 6 ай артып жүрдік әгені. Сонда кісі не отыра алмайды, не тұра алмайды, жан жағынан бәрі ағып жатыр немене. Соның балаша өзінің ұлы шешесін бала ұқсатып тосып отырғызып дәретке, сөйтіп астын құрғатып, сөйтіп келдік. Ол оңай болған жоқ. Гималайдан өткен кезде, Гималай асуын асқан кезде қанша қазақ қырылды? Көштің қанша бөлігі қырылды? Сол жаңа айтып отырмын, мен жаңа 3-ке бөліндік деп, сол 3-ке бөлінгеннен 1500-ді бір шықтық. Сол 1500-ден қырыла, жаңа айтқандай, кейбіреудің тұқымы құрып кетті. Бала да қалмады, әке де қалмады, шешесі де қалмады, бәрі өлді. Енді біз о санды біз қай заман оғындық. Үндістанға келіп, Кашмирге келгеннен кейін жан сандарын қанша деп санақ қалады ғой. Қару жарақтарыңды беріңдер, жан сандыңдарымыз дегенде сонда 350 кісі, сонда әке. 350 ғана қалған, е? 1000-жарымнан. Осыдан біліп отырмыз. 5-тен 1-і қалған. Осындай. Жаңа Оспан Батырға қатысты айтып өттіңіз. Мына қыс түспейінше Гималайды асып өтіңдер, мен кері қайтам, келесі жылы қосылам деді. Осы сәт есіңізде бар ма? Бар, есімде бар. Толық айтып берсеңіз. Осы кеңес өзі көбінде біздің үйде өтеді. Менің ұл шешем мына атақты Зұқа Батырдың бәйбішесі болғандықтан, ол кісіні барлық кеңесте, кеңес ретінде ол кісіні шақырып алып сол үйде болады, жаңағы Оспан Батырдың үйінде болады, я Құсайын Тәжінің үйінде болады. Сол секілді сол кезде ол кісінің несі айтқаны, енді мен осыдан маған тікелей бір Қытайдан елші келген жоқ маған. Одарға енді мен елші келмегеннен кейін, мен қалай болады, мен енді елімді қайта барып алып, келесі жылы көктемде содармен бірақ келсем деген ойды, оны жиыннан кейін, енді кісі лұқсатын беріп жиын болды ғой, жиыннан кейін тарқағаннан кейін айтты, біздің үйге келіп, мен шешем аты, әжемнің аты Сақып Жамал. Енді оны ана ұл атамыз еркелетіп Доди деп қойыпты. Сол Доди-мен ол кісі өлгенше сол атпен кетті. Сонда сол кісіге келіп, Доди деп сөйтті, мен ана көпшіліктің ішінде айта алмадым. Зұқа Батыр, ана Солтан Шәріпке сіз айтыңыз, мен деді, не себептен қалып бара жатырмын? Менің қалып бара жатқаным, маған коммунист Қытайдан келіп бір елші маған қайда барасың, қалай болады деген сұрақ келмеді алдыма. Сол үшін мен қайта барып, мүмкін бір не жағдай бола ма? Сол үшін қалып бара жатырмын. Деп ол кісі қалып қалды Кәс деген жерде. Соны айтты дағы. Содан кейін артынан енді ол кісінің неде келгенде Тухан деген жердегі көл қатып қалды ғой. Сол жерден ұстап алып кетті ғой. Одан кейін барып атылды ол кісі 51-ші жылы. Дарға асты деп айтады бір жерде, бірақ шын мәнісінде атылды ма ол кісі? Атылды, шын мәнісінде атылды. Абдурахман аға, көшке қатысты міне бағана айтқан кітап бар, 56-шы жылы тұңғыш жарық көрген Готфрей Лайерстің еңбегі. Одан кейін де көшке қатысты сол көште болған талай азамат жазды. Халифа Алтайдың кітабын білеміз, Дәлелхан Жаналтайдың кітабы бар. Көптеген адамдардың көште болған осы хикаяға қатысы бар адамдардың еңбектері жарық көрді. Енді мінекей сіздің де кітабыңыз бұл еңбектердің қатарын толтырып жатыр. Сіздің туындыңызды не ерекшелейді бұған дейін жарық көрген деректерден? Енді мен бұл кітаптағы
endi жаңа тікелей сұрақтарды жеке-жеке сұрағандан кейін соған не жауап беріп жатырмын ғой. Енді менің осы өмір жолындағы соңғы көш деген осы кітапта менің көзбен көрген, қолмен ұстаған, аяқпен жүрген, соның барлығы шындық, барлығы рас, бір дерек жоқ, басқа біреуден естідім, басқа біреу осыны айтты деген бір нәрсе жоқ. Барлығы өзімнің сол 8-9 жасымдан бастап 83 жасыма шейінгі өмір жолымдағы соңғы көшті жазып келдім. Осының барлығы осының ішінде. Ал бұдан енді Кашмирге келгенде жаңа мына Асқар Тау деп 56 жылы мына кітап шықты депсіз ғой, Иә. Біз сол заманда Кашмирге келгенбіз. Бұл кісілер сол zaman Кашмирге келгендегі сол кене осы саған соhbetten бұл кісілердің алған әсерлері сол қалай деп. Олар енді өзінің несіне қарай жазып отыр, 2000 келтіріп. Сол кезде бізге келіп кигіз үй. Енді сендер қалай қалсыңдар деген қысқашасы. Әгер сіздердің әдет ғұрыптарыңыз қандай жасадыңыздар деген уақытта біз осындай кигіз үйде жасағанбыз, көшпенді халық боламыз деген. О zaman соның бәрін сіздер бізге көрсете аласыздар ма? Көрсете алатын болсаң соны жасап дегеннен кейін біздің сол Солтан Шәріп, жаңа Құсайын Тәжі, Қалибек, Дәлілхан Жаналтай бәрі ақылдасып соған сол форманы жасап кигіз үй тігіп, бие байлап, құда келген болып, құда түсіп, сол секілді қазақтың әдет ғұрыптарын көрсетіп, сонда жасалған несін. Сонда мен 9-10 жасқа келген кезім енді. Оған мен неге бара алмадым, үйде адам болмады, басқалар бар, сол қатынасып үйдің бәрі не болған. Оны өзіңіз айтқанда, о ресімдерді қойғыңыз келмеді кітапта, сондай болып соғанша қалды. Енді қазақтардың өзі жазған кітаптармен салыстыратын болсақ, сіздің еңбегіңізде бұрын соңды аталмаған жайттар да қозғалады. Осыған қатысты бір өзіңіз тоқталып өтсеңіз. Бұрын соңғы аталмағанда дегенде ол енді менікі бәрі сол көште, жүргенде, ел ауғанда не болды, соның барлығы шындықпенен жазылып отыр. Ал енді кейбіреудің несі деректен алады. Мысалы, пәленбай адам жасы 85-90 жасындағы адамнан алдым дерек деп жазады. Кейбіреу пәленбай жерге бардым, сол жерден алдым деп жазады. Бұл енді сол біздің соңғы кешіміздегі 80 жылдық мысалы әңгімені осы кітаптың ішіне енгізіп отырмыз ғой. Оның ішінде енді 3 немене бар енді. Бірінші вариант ана Тибет арқылы Гималайдан асып Hindistan'a gelген geçecek. Hindistan'dan кейін 4 жыл жылып, одан кейін Anadolu топырағына келіп, міне бүгін осы биыл 70 жылын құттықтады Түркияға келген қазақтар. Ал одан кейін біз жас кезімізде Германияға бардық. Германияда 60 жыл қызмет атқардық. Осы 3 варианттың барлығы осының ішінде жазылды, барлығы осының ішінде, барлығы тікелей жанлы, барлығы дұрыс. Сондықтан бұның ерекшелігі басқа. Қазақ айтады ғой, бас сынса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деп. Енді былай енді осы көште болған қазақтардың арасында белгілі болған кейбір жайттар кітапта жазылмаған болатын бұған дейін. Сіз енді шындық болған соң жазу керек деп, енді көш кезінде қазақтар арасында да бір-бірінің ішінде тартыстар болып болған, қақтығыстар болып болған, соны да жаздыңыз. Бұған сізге осылай жазуға, ашық жазуға не себеп болды? Неге басқалар жазбай кетті? Мысалға Дәлелхан Жаналтай өзінің кітабында біраз нәрсені айтпай кеткен деп естідім. Сіз ашық жазып отырсыз. Осыған тоқталсаңыз. Ол енді былай ғой. Енді ағайындар адамның арасында да сондай нелер болады. Біз келе жатқанда енді біз сол ана Гималай асып келе жатқанда көлік дедік бағана, жылқымен түйемен келе жатырмыз. Кейбіреуінің аты көлігі жақсы, семіз алып жүруге келеді. Кейбіреуінікі келмей, арықтап, сіңірі шығып, атқа мінген дойып аттың артынан жаяу жүріп келе жатыр. Со турадан біраз не болған, оны менен көп адамдар сұраған. Осы жаңа сіз ұқсап, осындай жайттар бар екен, осыны ешбіреу жазбай кетті, не болды дегеннен кейін, мен бұны шындық болғаннан кейін бәрін жаздым. Ол шындықтарды жазбасаң, онда несін кітап жазасың, неменесін ол шындықтарды қала береді. Сондай жайтпен жазған мен оның бәрін енді. Ол енді кітапты өздері алып оқыған уақытта көреді, ол мен енді не қылмай айтпай ақ қояйын. Осының бәрі осы кітаптың ішінде.
Сіз жастайыңыздан жетім қалдыңыз ғой енді. Сосын 7 жасыңыздан бастап намазға жығылғаныңызды білеміз. Осы туралы толығырақ айтып берсеңіз. 7 жасымызға намаздан жығылғанда біз енді сол Шинжаңнан шыға бастаған уақытымызда біздің енді әже менен апалардың тәрбиесі басқа ғой, ата-аналардың. Солар өздері намаз оқиды, өздері Құдайға құлшылық қылғаннан кейін бізде де 7 жасымызда ораза ұстатып, 7 жасымызда намазға жықтырып, о кезде қағаз, қалам бір нәрсе болмайды. Сол бір қалам, қағаз ұстап жүрген бір адам болса, содан жалынып, бір жапырақ қағазды соған өзі осы көп тілек білдіріп отырып, соны алып, соны бір ағаштың несіне чәншіп беріп, сонымен оқып, бізге әліпбиді оқытқан. Содан бастап осы бүгінгі міне әзіргі күнге шейін намазымызды оқып келе жатырмыз. Ол намазды ешкім тастаған жоқ. Жаңа айтып отырған мысалы менің әжем де кебіс мәсіге намазын оқиды. Әкеміз десеңіз ол, шешеміз десеңіз ол. Жаңа өлі Осман Батырдың өзінің жанында отырамыз, адамның күпі ішігі бар, сырған сымы бар, одан кейін кебіс мәсіге еді. Ол кісі тымағын тастамайды, басқа киім кимейді тымақтан басқа. Сонда сол кісіден өзі намазға жығылып, үйге келгенде кебісін шығарады, таза болады. Мәсісі бар, ұзын қонышты мәсімен жерден. Сонымен со тәртіппен өстік. Кейде жолда бір жақсы бір қоныс тауып, бір ай бір осы жылқымызды, малымызды, түйемізді кішкене қалдандырып алайық деген уақытта сол заманына Дәліхан қажы бізге сабақ беріп, сол жерде сол кісіден сабақ алдық. Яғни дін сабағы, басқа бір емес. Сондықтан біз тастай алмай келе жатқанымыз осы. Кітабыңызды 83 жасқа келгенде ғана жаздыңыз. Иә. Пандемия басталғанда. Бұған дейін неліктен қолыңызға қалам алып, осы бастан кешкеніңізді қағаз бетіне түсіргіңіз келмеді? О кезге шейін мен көбінде мен кішкене аздап бір өлең недер жазып жүрдім. Мынандай бір кітап жазам деп ойлаған жоқпын. Енді бұл шындықтың бәрін көрдік, жет жағасын көрдік. Кейде өзі жаңа бір өзіңіз айтқан соған бір ағайын арасында да болсын, басқа недерде болсын, бір недер болғанда соларға бір кезінде бір кішкене кассеті не болады ғой. Соған өлең жазып, солардың қылмысы маған жақпаса, сол адамға жіберіп, я молла болса молланың, яғни біздің Түркияға алғаш келе қалғанда 74-76 жылдан бастап бір жара Түркияда қазақтар өте жоғары көтеріліп кетті. Сол бай болып кетті. Сол кезде мысалы айтайын, байдардың әйелдері екі маңдай тісіне алтын тақтырып, күлгенде тісім көрінсін деп мақтанға кетіп, бұл менің неме жатпады, содарға мен әгінде өлең тақпақ жазып, содарды біраз неғып жүрдім. Фақат мынандай кітап жазам дегенім жоқ. Молладардың кейбір қылықтары, сіздердің мына жұмыс істеріңіз мынандай емес, мына бұлай болу керек деп, одарға да сондай недер жазып жүрдім. Сөйте, осы соңында осы мына пандемиядан кейін осы бірақ енді болса мен де осы кітап жазайын. Неге десең, жаңағы айтып кеткенін бәрін көріп кеттік қой, бәрі шындық қой. Енді бұл болмағанда кейінгі бір ұрпақтарға сабақ болсын. Қазақ халқы ертең менің немерелерім шығады, келеді, сұрайды. Сіздер қазақпыз дейсіздер, көшпенді халықпыз дейсіздер, қайдан шықтыңдар, қайдан келдіңдер, бұл көшпенді халық деген не деп, ал деген өз немере шөбереңіз сұрайды ғой, елді қойып, басқа жұртты қойып. Енді достарға бір сабақ болсын, білсін, ана кітаптың ішінде жайлау қандай, қыстау қандай, мисал үшін, қандай үйді жасадық, қандай не қылдық, мына жарықты біз Кашмирге келгенде көрдік. Оның бәрінің ішінде жазуды. Бұрын жарық көргеніміз жоқ, тауда неде жүрген адамдарымыз, жайлауда, қыстауда, қыста тошалы ыстық үй салып алады, ағаштан қиып, сода отырады, шәйерге түспейді, шәйерден өзі әгер мұл, киім, бір заттар алатын болса, онда сол малды жинайды айдап апарып, ойғыр ағайындар сау болсын, содарға апарып береді, содардан сол алатын киім, кешек, азық түлігін алып, сонымен айырбастап келеді. Ол әуел ақша да ұстамайды о кезде қазақтар, оны да жаздым мен кітапта. Біздің енді қазақтың бір заңы дейміз, мәселен, би төрелердің шығарған заңдары бар. Сол заңдар не деген жақсылап күні бүгінмен таң қалам. Сол заңдар шығарған уақытта сіз ана ауылды жерде жаңағы жайлауда, қыстауда кімнің үйіне келіп түссеңіз, сіз төреші күтіп алады, өз жамылмаған көрпесін жабады, сізге қойын сояды, сізді күтеді,
Qancha ay жүрсеңіз, күнді қойыңыз, сол үйде жатасыз. Agar ол жақсылап күтпеген болса, ана келген қонақ битөреге шағым береді. Мені сүзбістіп барып едім, пәленші екен, маған жақсы қарамады деп. Сол үшін оны үстіне түсіп күтеді. Ал ол адам о жерден кейін енді екінші бір жерге барса, сонымен жыл 12 ай сөйтіп жүретін адамдар бар. Бір тиын қалтасында ақшасы жоқ. Ал енді оны былай бір мисал қылып жаздым. Бұрын айтады біз үлкендер. Ойысымда ойғырдар қайтыс болса, о дүние кетсе, солардың қойыннан нан шығады деп. Біз таңғалатынбыз сонда. Ой, неге ойғырдардың қалтасынан нан шығады да қазақтан не болмайды? Сөйтсе қазақ әкем чалқып, әгінде жайлауында, қыстауында жүріп, оған қажет емес екен. Ойғырдар ондай емес. Ол далаға шықса азық түлігін нанын алып жүреді ғой. Енді ажалы жетіп өліп қалса, оның қойнынан жаңағыдай нан шығады ғой. Оны енді басқа түрлі жаздым мен жерден. Мен сізге ашықтап кеттім мен бұл жерін біраз. Болсын, осы жастар сабақ болсын. Мінекей 83-ке келген кезде сіз кітапта тұңғыш рет жаздыңыз, алғаш рет. Сосын перне тақтада клавиатура ғой. Теруді де сол кезде үйрендіңіз. Сол кезде үйрендім. Қалай, қиын болды ма бұл? Ойбай, қиын болмағанда одай сақтасын. Bir жоланан bir tüymesін қатал басып қалып, 54 бет бірақ жоғалып кетті. Енді оны қайта жазу қиын ғой. Қайтарып алмадыңыз ба? Оны білмедіңіз ба? О жоқ, әкелді, мамандар да әкелді, шығара алмай қойды. Келіп қарады, олай төңкеріп, бұлай төңкеріп. Енді ол кеттен істелмес, ішінесі деді, сонымен қалды сол. Одан қайтадан өзім қиналып, қайтадан соның жерін толтыруға жаздым. Сондай. Одан кейін енді бір түймені басып қалып, енді қата басалып алам ба деп, немерелерді күтіп отырам кешке, ол сабақтан шыққан кешегі. Сөйтіп үйрендім. Маған ол да оңай болған жоқ. Енді бұл кітаппен мен өзім тікелей шұғылдандым ғой. Бұл жерде 945 мың белгі бар екенін айтқым келеді. Бұл өте ауқымды, өте сондай мөлшерлі дүние. Сондықтан ағамыздың осындай кітап жазғаны 83 жасында компьютерді алғаш меңгеріп, осы ұрпаққа бір аманат болсын деп осындай еңбекті атқарғаны бұл нағыз ерлік деп айтушы едім. Ары қарай жалғастырайық. Кітабыңызда ислам діні үшін күреспесек, ел мен жерді тастап кетпес едік дейсіз. Қазірде байқап отырсаңыз, Қытай тарапынан мұсылмандарға деген қысым жалғасып жатыр. Демек, бұл бүгін ғана емес, бұрыннан келе жатқан бір үрдіс қой. Осыған қатысты ойыңыз қандай? Бұрыннан дағдыланып келе жатқан. Бұрыннан біздің аталарымыздың басын Қытай алды ғой. Ана Зұлқабатыр атамыздың да сондай қамқорлық жасайым деп, қағылған, соғылған, жаңағы битөрелердің несіне кірген, одар шағым берген. Зұлқабатыр бізден асып кетті, ел соған жиналып жатыр, елге көмек беріп жатыр. Соның ішінде олар неғылғаннан кейін салық алма деген бұқарадан несін аласың. Бір жанынан басқа малы жоқ, түгі жоқ, үкімет салық алам деген уақытта соған қарсы шығып неғылған өксі Зұлқабатыр атамыз. Дін жағынан өксі ғұлама болған, мешіт медресе алған, жаңа битөре дейміз о кезде, енді о битөре деп о жақта айтылады. Олардың өзіне сабақ берген. Сондай кезеңнің өзінде сол ана Зұлқабатыр атамыз да келіп 1929 жылы басын алған ғой. Содан кейін біздің мына көшіміз сода басталды ғой. Елісханның кетуі содан байланады. Бұл үш көш деп отырғанымыз сол. 30-да басталған көш, 36-ға шейін Баркөлге барып тұрды, 2-3 жыл тұрды тиянақтап. Одан кейін Елісханның әкесінің болды. Ол кісіні чауып кетті. Одан кейін барып ол кісі болмайды екен бұл жер. Бізде сол ана азат елге, о жақта қазақтар сөйтіп айтады, азат елге кетуіміз керек, Үндістан, Пакистанға деп. Сонымен ол кісілер кеткен ғой. Артынан бізде еріп ол кісімен барып, жаңағы Осман батырдың кезеңін ұсап қалып қалған, тағы 53-ке бөліп қалып қалған. Құсайын Тәжде қалған, сол қалып қалған ол кісі. Біздің сол Шербағамыз мына Дүнгендердің жері бар, автономия. Сол жерде қалған. Одан кейін біз кейін Осман батырдар азаттық алғаннан кейін, Шығыс Түркістанды құрғаннан кейін шақырған, сен еліңді алып кел, біз енді қайтадан өкімет құрдық дегеннен кейін болады деп ол кісі қайтадан сол ана неден Қансу дейді осыны, Қансу жерінен Баркөлге шейін көшіп келгенбіз. Енді бұл көштің тарихына келетін болсақ, сіз болған көш қазақтар адам аяғы баспайтын жерлерден өткен. Шөлді мекендер, Тибеттен де өзінің жергілікті тұрғындары бар, бірақ көп емес. Гималайда асып өттіңіздер. Картасыз, ешбір
куралсыз, багыт багдарсыз калай жолду таптыңыздар? Endi bunun bir nesi, birinci derecedegisi buna жаңа Elçiхан Батыр мен барған Hindistan'a барған кейбір ағайындар 10 жыл бұрын жүріп өткен, 13 жыл бұрын. 13 жыл бұрын. Олардан бір қаншасы қайтадан о жақта ыстықтан неден шыдай алмай қайтып келген. Шинжаңға қайтып келген. Одан кейін кейбіреуден Қытай өкіметі тағы да қоймай жүріп алып кететін болған. 2 жыл. Сонда сол жаңағыдан 3-4 кісі бізге қосылды ғой, жолды көрсетіп. Осы жол Elçiханның көшін осымен бірге кеткенбіз деп, кейбір қиын асу жерлердің қалай болады, қай жерде су бар, соны біледі. Олар суға бастап алып келсе, самолеттер келіп жаңа ұшақ бомбалап болып кетеді. Одан кейін енді бір немене, мен өзім таңғалам. Біз сол жаңа Солтан Шәріптен менің апам, менің әкем өлді. Атысы өлгеннен кейін ол ана есікке, кигіз үйдің есігіне қаралы немене асып қойып, 3-4 күн сол ана келіп көңіл айтқандарды күтеді екен, о бала кезім. Содан кейін енді бұнша болмайды, енді сен көш доды деп, мен шешесі артық ауыз айта алмайды, ол кісі мен көшпеймін деген, елдің әлі артық тарқаған жоқ, көңіл айтып кеткен жер. Мен енді ұлымнан айырылдым, енді сен мені көшіріп әкете алмайсың, мен қалам осы жерде. Дегеннен кейін ондай болса сен қалсам қал енді деп, біраз не болып, сонымен ол Солтан Шәріп кетіп қалды. Содан біз қалдық. Ағам бар, апам бар, шешем бар, және 2 қарындасым бар, және бір жеңгем бар, 2 жеңгем, ағам алған, 2 әйел алған. Сөйтіп артынан 3 күннен кейін көштік. Көшкеннен кейін апам сол кезде маған недерді үйретіп қойған мына көктегі жұлдыздарды. Жарық жұлдыз, анау чолпан жұлдыз, анау ана жұлдыз, мына жұлдыз деп көрсетіп қойған. Оны о кезде жаттап алғанбыз, кейін оны ұмытып кеттік. Соны енді мына кітап жазып отырғанда мен өзім соған таңғалам. Сонда сол кісі түнде көшіп отырмыз, ана жұлдызбенен жүреді. Осы жұлдызбенен жүрейік, осылай жүрейік деп. Сонда сол сөйтіп жүріп 3 күннен кейін 4-ші күні келіп Солтан Шәріпке қосылдық. Сонда сол кісілердің көрдіңіз бе қандай бір неменемен жүргені. Харита жоқ, не жоқ. Үстіп көшеді екен осы белгісі енді. Қайтып көштік деді. Әйтпесе бір харита жоқ, не жоқ, жоспар жоқ. Көште болған батырлар, басшылар, жері атауы жайлы толық жазғансыз, бірақ енді көште болған кезде сіз баласыз ғой. Мына жадыңызға қатысты сұрақ қойғым келеді. Сіз осы атаулардың барлығын кейін үлкен ақсақалдардан сұрап білдіңіз бе? Немесе өзіңіздің есіңізде сақталып, сол есіңізге түсіріп жаздыңыз ба? Есіме түсіріп жаздым. Сақтап. Бірге көшіп, бірге жүрдік, бәрінің атауын естіп біліп жүрдік, бәрімен араласып, бірге қуанып, бірге жүргеннен кейін оған басқа түрлі сұрақ қойылған жоқ. Жалғыз мен тек қана сұраған бір сұрағым бар еді. Мына тәжі, зәңгі деп біздің Шинжаң қазақ солай айтады. Үкірдай дейді. Бұл Қытайдар недердің мәнші заманда қойған бір мәнсеп беріп қойған. Сонымен ел 1000 үйге толса, ол тәжі болады екен. Соны мен Қытайдан алдырдым. Тек қана менің алдырғаным сол болды. Оны сол асығыста Түркияда ұмытып бұл кітапқа қойылмады қалды. Басқа түрлі ешбір нәрсе. Сол зәңгідер, тәждер неден, қайдан? Бұл біздің Қазақстан қазағында ондай нәрсе жоқ қой білесіз. Соны бір анаған енгізіп кетейін деп едім, сол қолыма әкелгем, жалғызақта ол жазылмай қалды. Бірақ Google-да бар. Егер оқып жатқан оқырман сол жаңағы сөзді түсінбей жатса, Google-да терсем ақпарат шығады. Мен өзім қарап көргенмін. Кейбір жерде өзіміз сноска бердік. Шинжаң қазағы қалайша зәңгі дейді, қалайша тәжі дейді. Ол кім десе содан ұғынады, айтқанымыз тура. Мынадай сұрақ, көштің соңы Түркияға барып тоқтағанын білеміз. Жаңа сіз айттыңыз ғой, 13 жыл бұрын Elçiхан жүріп өтті деп. Бірақ білуімше Elçiханның көші Түркияға бармады. Демек, оған дейін Түркияда қазақтар болмады, сіздер бірінші болып бардыңыздар ғой Түркияға. Солай болып отыр ма сіздің көшіңіз? Жоқ. Біздің ол жаңа Elçiхан көші Пакистанда олар. Бұрын Үндістан, Пакистан бір болады ғой, кейін айырылған олар. Сол кезде олар мұсылман деп Пакистан жағына өтіп кеткен. Олар соғалып 13 жыл сол Пакистанда тұрған. Артынан біз Кашмирге келген уақытта хабарласып бір-бірінің оғынып, қазақ барын білгеннен кейін екі жақтан да тілек білдірген ғой. Мына біз Birleşmiş Milletler'imiz Amerikaға, misal Түркияға деген сықылды. Со тілек білдірген уақытта екі жақта ақылдасып отырып, бір-біріне қаттасып отырып, тілек білдірген.
Soda birinci köş kabuldanğanda mına Husayn Teci Türkiye'ye getir. 51 yıl sonunda, 52'nin başında. O da 53. yılı Halife Altaylar gelip otur. Demek sizler birinci boldunuzlar Türkiye'ye bargan, ya? Yok, biz birinci emas, biz son köş biz. Aldığınızda boldu, ya? Biz 54'te gelimiz Türkiye'ye. Son aytmaytırım ben. Birinci Ya, düşünüp durun, bırak buna 30. yılları hiç kim bargan yok o жерге. Yok. 40-cı Kim bargan, hiç kim. Yeah. Birak baskos birak keldigensiz. Kısaçası bola aytkan vaqtda. Sol iki jerdegi adamlar, akıldaş bolup baskos birak keldik. Amerika'dan da keldi, Türkiye'den de keldi kabıldap. Ahir dedi, biz endi Amerika varsa bu os urpaq üçün çıktık, din üçün çıktık. Urpağımız özünün nesinden adasıp kalmasın dedik. Endi oğan barba Amerika verten tağı da dinimizden, nemizden ayrılıp kalıp. Endi töbü bir Türkiye'ye barayık degen bär sonu seçip, sonu menen Türkiye'ye kelip oturumuz koy. Soğuk Türkiye'den delegasiya geldi, öz közümden geldi. Biz oturgan jerge 12 kişi parlament müşeleri geldi, Türkiye'nin gelip. Hani jergilikti kalıplar deseniz, onca kiyimi nesi olmaydı. Biz жаңайлақ жүрміз. Жаңайлақ, asfalt yok. Ayağımız balçıktın içinde жаңайлақ жүрміз. Ondan kadar gelgen kravat takkan, mına başlarında poter, nemene gelgen Türkler degen zengin. Oy, Türkiye'den osunday adamın gelip degende bäri tamaşalıp kelip gider. Sol kelip amandasqanda merhaba çocuklar degende, ulkanlar külüsüp жатыр. Oy, mınadır baladardı çocuk dep aytadi eken dep. Ol endi çocuklar degen söz koy. Sonday so kişilerin de kengesinin içinde boldum ben, estip kulağımız ben. O kişiler aytты, öz sojede Uygurdan kurgan nesi var, kogam var. Sorga jıynap, bärinden surap alıp, endi sizler osgan seningizdir. Biz parlamentke barmaya kabuldandı degen söz bu. Ostan bara biz kabuldattıramız, kabul oldunuzlar. Dep sodan Türkiye Cumhuriyeti'ne adına menresin kezinde. Burun bergen. Burungu hükümetin kezinde ana Pakistan'a gelgen agayınlar da bergen bizden burun kabul etip koygan. Hiçbir o. Endi keyin adından mendiriş çıkanın var kabuldat Demokrat Partiya. Pakistan'da musulman eli o. O jerde klimatqa байланыштуу kalgılarınız gelmedi mi sonda? O jerde öte ıslık eken o jerde. O jerde Kazaklarga aparıp sender kандай jerde jasadыңдар degende Kazaklar biz Jaylauda, Karagay, Togay'dın içinde jasadık, ne kıldık, sonday jerde jasadık degende bularga Odar da kamkorluk jasagan. Üy jasap, so жерге aparıp koysa, o jerde men görmedim onu. So Halife Altay'dın sodar kişilerin aytısına karaganda balık jabad eken. Balta timegen orman degen so jerde eken. Özlerinin halkı korkad eken. Jıllan, çayan, ne var basa bär o jerde. Sodayn oybay bolmaydı eken dep odayn kalaga kelgen. Kalaga kelip odarga ne üy salıp bergen. Kazak abat dep. Abat degen söz yani Kala degen mi? Yok. Abat degen söz erkindik. Kazak erkindigini aldı dep. Sonda üy salıp bergen, soğa da tura almay. Sodayn ahırı mına ıslıktan köp adamlar neden kırılgan. Ana kimnin özü janagı mutağalar. Halife Altay dediniz mi? Yok. Eliskan Batır. Özde sözüde o kayıtsız boldu goy. Sodan elden köp kırılıp 7 yıl bala götürmekte eldir o kişilerin aytısına karaganda. O sodan keyin başka jaka barayık dese hiç kim kabuldamayt, sonmen kalgan goy. Keyin ahir son mendirestin zamanında var kabuldanıp. Türkiye'de Kazaklar bayıganын ayттыңыз. Жалпы енді міне Түркияға жеттіңіздер. Қалай орнығып кеттіңіздер? Бұл процесс қалай жүрді? Жеңіл жүрді ма, қиын болды ма? Ол енді Түрк өкіметінің қамқорлығымен өте жеңіл жүрді. Неге десеңіз бізге bir nemine kart berip koydu. O kart bilen siz hükümetin mine belediyenin ortalıktın nesminin akımçılıktın nesminin kay nege tüsem deseniz tegin. Kay jerge baramız deseniz tegin. Odan 5 yılga şekim salgı almayımız ne istesen dep so erkinlikti berip koydu. Odan keyin kelgenden keyin 6 ayga jetpey azamatlık berdi. Kelgenden keyin bärine üy salıp berdi. Jer berdi egin salatın. Meşitke şekim salıp aldık. Mal berdi. Mal berdi. Sodan keyin adamlar ne kıldı gözünü açıp. Odan keyin onu da mensinbey keyin savdaga kirişip ketdi. Savdaga kirişkenden Kazaklar birden birak bayıp ketdi. Bayağı Türklerin özü Kazaklara hizmet isteytin boldu. Sodan Kazaklar bayıp 4-5 kabattan üy saldı.
fabrika kurdu. Odan keyin köp nerseler sütükenden keyin baribir bayıp ketip, keyin артынан agi kara ton deymiz bizde. Teri giyim çıktı. Onun zavatını kurdu. Naylon çıktı. Naylonun zavatını kurdu. Sonra Kazaklar bayıp ketip, keyin barıp birak mına Kеңес өкмөтү түскөндөн кийин артында одарды сол бирок кулдурап. Сону менен одардын жагдайы жакшы. Сол кездеги азыркы казактын жаштарынын отурганы аке чечесинин салып кеткен үйлөрүндө сонда отуруп. Өздөрүнүн табысы жок онча. Жубайыңыз менен бирге жумуш издеп, ары карай Германияга кеттиңиз. Сол жердеги жумушуңуз калай болду? Нече жашта Германияга бардыңыз? Не себеп болду? Германияга барганыбыз түрк азаматын алдык. Türkiye'de askerliğimizi bitirdik Türkçe. Odan keyin endi Türkiye'den jumus babından jumus alatım olup Germenler özleri kelip doktorun bärini akep so jerde özleri tekserip den sağlığını tekserip bärini körüp öz alatım bolgandan keyin biz Türk azamat bolgan so jumus babından Türk azamatı menен kosulup Germaniyaga bardık. Germaniyaga bargandan keyin men jumus ornuna bargan jerim mına otoban jasaytın jol firması eken. Oda so 7 жылдай jumus istedim men. Jumus istep o jerde jürdük. Odan keyin ayelim degende bizde ayelmen bara kalganımız jok. Ol ayelimiz bizning joldaşımız yani. O kişi bizning Altay Avul degen jerde mektep var. 163 otbасы. So jerde turgan wagtda kichkene balalar, kızlar, uldar oynap жүргөн. Tas tepip bir bala mektepte bolady, kır jerdegi bala. Ayağı men tas tepip bir sızıp. Sonda oynap жүргөн kalın balany kördük. Kettik Almanya'ga. Odan bir gün kat kep oturagamdan. Bu İsa'gan bir falan çeken kızına kuda bolup koyduk. Körgönbüz jok. O kançada 7 yaşta. Oylanız. Nege deseniz biz başka jurtmen ne kılmayık. Asimilasyon bolup ketpeyik. Odan odanın sözünden biz çıgalmayız. Sonra men 10 yıl küttüm elimde. 10 yıl kütüp biraz jası 14-15'ke kelgenden keyin tagı bir 2 jas 3 jasты sotqa berip ösürüp odan keyin o kezde Türkiye'de 16 yaşında İngilizce biledi. Normalde 18 goy endi. Söйтүп evini tap sonra men alıp bardık goy. Oş жерде толтурсам бола ма енді? Мына Түркияга жеткен казактардын саны көп болмады ғой. Iya. Сосын енді бір жерден шыққан соң рулас халық болып жұрт болып бардыңыздар. Жеті ата мәселесін сақтау қаншалықты оңай болды? Ол жеті ата мәселесін сақтау сондай оңай. Ол енді сіздер ойлағанда ол қиындау болады, ол бірін-бірі білмейді. Біз бір-бірімізді ағайындықтан артық білеміз. Мәселен, қазақтар, мына керей қазақтар 12 абақ деп саналады. 12 абақ керей дейді олар ал дегенде. Одан керейіміз дейді. Bir kereyдің ішінде bir ру Жантекей болса, ол өз алдына бір 12-15 болып кетеді. Ал misal мен енді руым Ителі. Мен өзім руым Ител болса, мен Ителден қыз алмаймын. Жантекей болса, Жантекейден қыз алмайды. Сонда ана Жантекейден biz kız alamız, bizden Jantекей kız alады. Басқа енді 12 табы бар ғой. Сөйтіп бәрі білеміз, оған бір несі жоқ. O жағынан. Onu qaytып talgan болады, qaytып айыра аламыз деп ондай bir неміз жоқ, шүбеміз жоқ, бәрін білеміз. Мына жердің қазағы енді өзіңіз білесіз, басында Ресей империясының құрамында болды, содан кейін Кеңес одағының бодандығында болды, былайша айтқанда. 15 республиканың теңдес конституция бойынша бірдей мүшесі болғанмен, бірақ шын мәнінде іс жүзінде біз бодан болдық қой. Мына жердегі қазақтар арасында орыстану процесі қарқынды жүрді. Әлі күнге дейін соның нәтижесін біз көріп жатырмыз салдарын. Ал Түркияда мына сіздер келген соң ары қарай ұрпақ жалғады. Түріктену процесі жүрді ма? Түріктердің процесі көп заманға шекін жүрмеді. Енді жүріп келе жатыр. Әзіргі жастар дегенде біздің баламыздың баласы. Енді солар соған айланып келе жатыр. Түрікпенен үйленіп, түріктер қазақтан алып, енді жаңа. Сондай болып келе жатыр. Енді соның сол 70 жылдың енді болмағанда бір 65 жылына шекін бұлай не болып жүрдік таза. Қалай сонда шетелде жүріп, қазақи дәстүрді ұмыт қалдырмадыңыздар? Және балаларыңыз, немерелеріңіз қазір ұмыт қалдырып жатыр дейсіз. Осыған уайымдайсыз ба? Ары қарай қалай болады деп? Бұған енді өзіміздің көзіміз
turgancha bul endi ne bolmaydı oy dep özümüz solay senemiz endi. Çamamız gelince bizim öz balamız endi. Onun nemeresine de o an gözümüz jetpeydi. O nemereni biz özümüz terbiyelep ösürdük. Balamızı terbiyelep ösürdük. Kazaki derslerdi ürettik. Mesela kişi gelse uyga özümüzün Kazakların burungu adet korkunca koluna su oramalını tutar. Onun deniz suyun bayında odan tabak kayıtlarla sübeylenip mesela koy soysa soların bärini üretip olduk mesela. Yani ol balasına çaması gelip onu isteyeleme, isteyelmeyme. Sojeri biraz nemeni var. Өйткені ары қарай қазақтар Түркияда тоқтамай келесі буын Европаға таралып кетті ғой. Иә. Европаға тарап кеткен буындар да біз жүрген кезінде олар да сол әдет ғұрпымызды сақтап жүр. Әзір күні бүгін бір жерге барсаңыз, сол дәстүр қазақи сізге етін асады, бесбармағын жасайды. Солай өзіңде барып көрдің ғой Түркияда. Сонымен келе жатыр. Енді олардың енді ұрпақтары не болады кейінгі жаңа буын. Үшінші буын, төртінші буын. Абдурахман аға, сіз Түркияда болғанда, кейін Германияда болғанда, мына жақта Кеңес одағында Қазақстан бар, Қазақ Республикасы, қазақтармен байланысты қалай ұстап тұрдыңыз? Мүмкін болды ма бұл? Бұл мүмкін болғанда бұлай болды. Біз енді сол шетте жүріп, жаңа осы ұрпақтарымызды ассимиляция болып кетпесінші, осыны қайтып не қыламыз, осыған бір ұйым құрып, сондай бір не қылсақ деген уақытта, о кезде біздің қолымызда мүмкіншілік жоқ. Темір тор болды ғой. Мүмкіншілік жоқ. Темір тор. КСР арасында. Ана неге гене барамыз, шығыс не бар ғой, немістер екі бөлек қой, бірі батыс, бірі шығыс. Шығыстарға барамыз, о жерге келген қазақтарға келеді о жаққа, немесі бір болғаннан кейін. Кеңес одағынан кейін. Кеңес одағынан. Қашады бізде. Қондырайық, шақырайық, үйге десең қашады. Содан кейін, сонымен жүрдік, одан кейін біз жаңа айтқан қоғам құрса осыны не қылды деген, қоғам құратын болсақ, бір домбыра жоқ, бір ән, би жоқ. Енді қайтамыз деп сол 1981 жыл мен Совет одағының кезінде осы Алматыға келген Қазақстанға. О кезде тексеріліп, Мәскеуден тексерілесің. Мәскеуден шығарып салады, тексеріп. Мәскеуге келіп, одан Қазақстанға келіп, осы жерде сол 15 күнде жүріп, о zaman Отан қоғамы деген қоғам құрылған осы Қазақстанда, шетелдегі қазақтармен байланыс жасайтын. Ол қоғам ол жұмысын онша атқара алмаған. Мен келгеннен кейін ол кісілермен және мен келісіп, солардың да шетелдегі қазақтардың адресін бәрін алып беретін болып, ол кісілер де бізге газет, журнал жіберіп тұратын болып, сонымен келісім жасап кеткем. Өзім 6 тана домбыраны беттестіріп, байлап алып, соны апарып жастарға үйретем деп осы жерден алып кеткен. Сол кезде сол 6 домбыраны самолеттің ішінде олай соғып, олай айту аман есен сөзі жеткізіп баладарға апарып, сонда мына жерде соның фотосын қойылса болады деді, қоя алмадық. Сол кезде 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 жастан ары жоқ, жоғары. Сол кездегі соғадарға сол тақпақ өлең жазып беріп, мысалы айтайын, жаңағы Оспан Батырдың атына бір өлең жазып беріп, және Қасым Батыр дейміз мысалы, бір батырдың атына өлең жазып беріп, оларды дәріпте айтып, осындай болған, аталарың осындай болған деп түсіндіріп айтып оған бір тақпақ өлең жазып беріп, сөйтіп шығарғанбыз. 82 жылы 4 айдың 10 күні. Сол кездегі баладар әзір өзі үйленіп бір-бірімен, ешбір басқа жұртқа кеткен жоқ. Солағын бір-бірімен таныстырып үйіріп жүрміз ғой енді, қойша былай, қозыша. Соның ішінде жүріп өсті, сол бір-бірімен үйленді, қазақтар, ұл қыздар бір-бірімен, солар енді өзінің баладарын үйлендіріп жатыр. Әзір немересі үйінде қалғандар бар. Міне 20 жыл өтіп кетті, 20 қанша жыл. Көрдіңіз бе? Біз үстіп сақтап қалдық. Әр бұндай бір адам кім мен жасадым деп айта біледі? Айта алмайды. Неге десең, бәрі деректе жазылып тұр. Сол кездегі алдына шығып, ағаларға жалынып, үйтпейік, осыны істейік деп, сөйтіп барып бір қанша ағайын қосылып, одан кейін мына баладарға енді кестелі киім тігу керек. Қазақты қайттан танытасың? Ою кестелі отырған. Соны өзіміз тігіп, бір Смағзам деген мына жерде ресімін қойдыңыз. Смағзам деген шебер, сондай бір азамат бар еді, соған кестені мына сымдарына кесте, әйелдердің мешбетіне кесте тігіп, бір апайымыз бар еді, сәукеле тігіп,
Сөйтіп әлгідегі сондай неғып, мен өзім тігісіп, сөйтіп бара киімдер сөйтіп неге шығардық. Бұнда кімге таныстырамыз? Өзімізді, ұлтымызды түрікке таныстырамыз, өзіміздің ұлтымызды неміске таныстырамыз. Енді ол кезде Қазақстанда әгіндей жағдай немене жоқ. Совет кезі басқа жұрттарға сондай таныстырамыз деп сөйтіп барып таныстық, таныдық, жақсы болды. Аяғы келіп, одан кейін міне құрылтай болды. Ол құрылтайдың да іргетасы сол көлінде Қадалды кіші құрылтай дейміз 2002 жылы. Оны құрдық, мәдени орталықты құрдық. Оның сыртында Ауропа федерациясын құрдық. Соның бәрінде бірінші бастық болып мен сайланып жүріп өз не қылдым. Артынан жастарға бердік, енді жастар жүргізіп жатыр. Жылында бір рет ана Ауропадағы құрылтай, кіші құрылтай өтіп тұр. Келесі жылы көлінде болады. Мына пандемия дегені 3 жыл тұрып қалды. Одан бір енді осындай бір жағдай, бір адам енді шықты деші енді. Мен өз атымды айтпай ақ қойсам, бір шықты, өз қалтасынан жүрді, өзі немене қылды. Мен суыр болсын беріп дейтін адам шыға ма екен? Міне ашық айтып отырмын. Көрсіз, келсін алды ма? Жоқ. Осының жақсылығын әзір жемісін міне жеп отырмыз. Мынандай болам, мен мынандай сізбенен соhbet етем деген менің ойымда жоқ нәрсе. Қазақстанға ойбай, осындай болам. Қазақстанға барып бөленіп, қазақ елінің ішінде газетке, журналға кітабым шығады, ол кітаптар деген осындай болады екен, тұсаукесер болады екен. Еш о заманда ойда жоқ нәрсе. Әйтеуір бір ұлт жандылық, жүректе бар. Соныменен шапқылап, Аллаға шүкір көбін. Міне осындай неге жеттік. Абдурахман ағамыз өзіміздің ана тіліміз қазақ тілінен бөлек түрік тілін білет, неміс тілін білет, және ағылшын тілінде білетін айта кеткім келеді. Мынаны сұрағым келеді аға сізден. 1963 жылы кітабыңызда жазасыз, Германияда жүргенде Мұстафа Шоқайдың жатқан жерін тауып алып, Құран бағыштадым дейсіз. Сізге дейін ешбір қазақ таппай, сіз алғашқы қазақ болып отырсыз ғой, басын тапқан. Осы туралы көбірек айтып беріңізші. Қалай болды? Осы туралы енді кейбіреулер мен не қылдым деп жүрген адамдар бар, мен таптым деп жүрген. Тарих бар ғой. Сол ана Түркияда тұрғанымызда Германияға келмей тұрған. О кезде жас кезіміз, жұмыс жоқ, не жоқ, ақша жоқ. Яна неден лагерден шығып, естің алдында жүрсеңіз бір немене бар, киоск кітабын сататын, журнал сататын. Сода Мұстафа Шоқай түрік әскерін тепті етіп тұр деп түрікше жазып қойыпты. Әлгі журнал бүйтіп қаратып қойыпты, кітап сатып. Бұны қайдан білесің десеңіз, жаңа біздің әлгі әжеміз. Ана Солтан Шәріп, сол кісілер айтып отыратын жаңа. Ол Мұстафа Шоқай деген кісі, Ахмет Байтұрсын деген кісі, Мағжан Жұмабайдың өлеңін шетімізге оқып тұратын. Сол кісілер ана Мұстафа Шоқай Гитлермен бірге сол неден алып ап Парижден. Ол кісінің өзі Берлинге кеп, Берлиннен кейін сол неден соғысып, ана недерді тұтқынға түскен недердің соны басып болып өзінің адырған еғыл. Бізбен бірге қайта соғыссам аяқ саған азаттық алып береміз дейді ғой енді. Еркіндік, тәуелсіздік деп. Ол кісі соны қабілет келген ғой. Сол кісілердің мән құлағыма құйып кеткені. Сол маған жүрегіме түскен таңба. Содан кейін жаңа жерге келгенден кейін ала алмадым. Bir аптадан кейін ол жоғалып кеткен о кітап. Деді ол сонымен кетті. Almanya'ya geldim. Almanya'ya gelgenden кейін kitapta da жаздым. Bir jeti жұмыс істедім. Bir jet жұмыс істегеннен кейін o zaman mına nede Münken дейсіздер, Münken'de Azatlık Radyosu var. Solay tutkunun zamanдағы nedir Tağberli, Devlet Tağberli деген кісілер solar mına özümüz Türk, mına Қазақстан қазақтары. Solar құрған, Америка құрып берген Azatlık Radyosu var. Осы білсе сол кісілер біледі ғой деп соған барып. Azatlık Radyosu'muz енді неде тұрғанда тыңдап жүретіміз. Түркияда тұрғанда. Бардым, барып о кісілерден сұрап едім. Онша маған мән бермеді. Енді Түркиядан келген адам ақша жоқ, киген киіміңде өңір ретіне келмеген шығар. Бәлкі өзімде өңір ретім жақсы емес шығар. Оны қайтесің деп қана сұрадым әне. Осындай екен сол кісінің басына барып бір Құран оқысам арманым осы сөйтіп едім. Ол Берлин деген жерде түріктің шәһитлігі деген, шәһитлігі яғни. Деген жерде мешіттің қорасында жатыр деп қана маған жауап берді. Басқа не қыласың, неге іздеп жүрсің, ол анау мынау жоқ. Ал енді бір бардақ, бір шай іш, бір кәсе деген жоқ.
Dep şimdiden geldim. Ertesi günü anagan ne günü bardım men? Subota günü bardım yani. Pazar günü, yani pazar degenimiz jekşembe günü qaytadan trenge minip Berlinge kettim. Ana жұмысқа бастамай тұрып. Берлинге бардым. Берлинге барсам, трендin içinde kele жатырмын. O кезде biraz ағылшынчам бар, ағылшынча билетим. Қараймын trenin içinde. Hiçbir ne Müslümanlığa okşaş bir adam yok. Soraydı. Aytып мешіт дегенді білгеннен кейін bir Müslüman tapsam деп жүрмін. Содан 6-7 сағаттан кейін қара трен бар. O кезде elektrik trenler жоқ. Барып түскөндөн кейін қарасам такси тұр екен. Таксиге ең артынан содан есік соған түсіптім. Сұрадым, үсті осындай бір не бар екен, осы жерде мешіт бар екен, содан біздің бір ұлы атамыз бар еді, соған барайын деп едім. Ол неміс айтты. Таксидің ең алдында бір адам көрдің бе? Көрдім дедім. Сол ары қарап тұр деді, содан барып сұра деді. Жүріп жатыр бәрге келіп, ары қарап тұр екен, шашы қап-қара. Содан не болса да бір мұсылман бекен деп. Müslümanca "Selamun aleyküm" deyip selam verdim. "Ve aleykümselam" deyip bana karadı. Odan кейін әңгіме сөйлесе кетті. Ағылшынша сөйлесе кетіп едім, айтты. Мен естідім деді, ama мешітті мен өзім көргем жоқ дедім. Осы жерде өлген мұсылмандар сол мешіттің қорасына апарып қояды. Егер барам десең мен алып барайын. Жалғыз мен өзім мешітті көргем жоқпын деді. Енді алып бар сол жерге соған келе жатырмын дедім. Екеуміз келе жатырмыз. Bir уақытта o кезде трафик онша емес, адам аз. Мешіттің минарасы көрген жерде мен жылап жібердім, көзім жас тие алмай. Содан кейін келіп мешіттің аулысының сыртында келіп тоқтады дағы, өзі жүгіріп кетсіз отырыңыз деп. Ішінен бір неміс ертіп келді, сары неміс. Ой, мынау түріктік дейді, сары адам бұл қайдан. Келді де ол сұрады, сіз неге келдіңіз? Мен дедім, осындай бір адам бар, біздің ол атамыз. Сол көргеге келдім деп едім, қайта жүгіріп кетіп, ішінен барып, немене крокусында несін алып келдік, қабірді қайда тұрған. Сосын мен айттым, жерде түрік мешіті. Ал мынада түрік жоқ па? Ол ауысып демалысқа кетті. Мен қарап тұрмын деді. Болды деді, алып барып соны енді көрсетсе, жап-жаңа Мәриям анамыз бүстінде қойып қойған. Сол бүстін мен сол кезде, мынау сонда өзіңіз кейінді естеріңіз болсын, 60-шы жылы. Қазақтан 2-3 кісі келген, одар 62-ші жылы. Енді кейбіреулер 65-66-та келгенде мен таптым деп жүрген кісілер бар. Тарихқа қара, мысалы. Оны енді адамдар біраз мақтанға неге кетеді ғой, мен айтпай қойайын. Сондай, ол кісінің несі осымен тауып алып басына. Сонда енді ана жанында тұрған мен есіме түспепті, бірге түскен қабірдің. Өзім тартып алдым дағы, жылап жүріп, не қылып, Құранымды оқып, сонымен қайтадан әгі жігітке мен вокзалға апарып тастады дедім, трен сөзіне. Соған апарды, қайтадан тренге мініп ап, енді қайтадан өзім тұрған жерге келсем, қалың жігіт менің жанымда 25-27 түрік бар болатын. Маған қарасты. Күтіп тұр вокзалда. Ойбай, хош келдің, сені күтіп тұрмыз дейді. Мен дедім, үстіп Берлинге барып келдім. Атамыздың алдында айтқан мен. Атамыздың ойбай жақсы, қайдан таптым үстіп осындай түріктің мешіті бар екен, сол мешітте екен Османы империясының заманында алынған. Ойбай, ондай бізге келесі бізде барақ, жақсы болды деп. Ал енді қайда барамыз? Енді күлшоға әкеп тұр әгдер маған. Күлшоғын беріп, одан енді мына жерде о zaman ет жемейміз. Мына қойдың етін бір пышақпен сойылған домыздың етін еттеп, тауықтың етін жейміз, тауықтың етін жасайтын ресторан бар, соған барамыз деп, сол жерден тамақтандырып, әңгіме дүкенді құрып, одан кейін жатқан жерімізге келдік. Сонымен осы әңгіме осылай болады. Бағана айттыңыз ғой, Мюнхенде Азаттық радиосында қазақтар болды деп. Демек олар бармаған Берлинге? Берлинге белки бармаған, белки жақтырмады, мені оны біле алмаймын енді. Әйтпесе түсіндіріп жақсы айтса, о кезде набуға сен жоқ, бір нәрсе жоқ енді. Сен оны қайтасың шырағым, өзің қайдан келдің? Өздерде болмаған болып тұр ғой сол жерде. Енді о жерде айта алмаймын. Жаңа шетелде жүріп сыртта қазақтар ұйымын құрғаныңызды айттыңыз, сосын жастарға табыстағаныңызды айттыңыз. Қазір ол ұйымның жұмысы қалай болып жатыр? Қазір ол ұйымның жұмысы 4 жылда бір сайлау болады. Сол 4 жылда бір кім оған келіп не қылам десе сайланады. Сол жүргізеді, 4 жылдан кейін қайтадан басқасы сайланады. Сонымен ол қоғам мәдени орталық болып. Бұрын ол қазақ социал
деген қоғам болған. Қазақ түріктер деп. Ол кезде біздің Қазақстанмен байланысымыз жоқ. Енді түрікті қоспасақ болмайды. Оның ғана түзіктейміз, несін бәрін, сол жобасын түрікше шығардық. Сол кезде сонымен қазақ социал қоғам болатын. Кейін мен өзім құрылтай құрам деген уақытта, одан кейін оны қазақ мәдени орталығы өзім құрдым. Өзім басында тұрдым. Одан кейін бұдан енді айта берсек ұзаққа созылып кетеді ғой. Енді бір нені айта кету керек, шетелде оны тек қана не үшін айтқай отырмын. Сырттағы диаспораның күші қандай болады? Осы жер өте маңызды. Шетте қазақтарды ой қойшы. Баяғыда да қашып кеткен, үйтіп кеткен деп айтса, бүгін тәуелсіздіктің өзінде қандай күші болып отыр ол. Алдық тәуелсіздікте 30 жыл болды. Әлі 30 жылда туған баламыз әлі қазақшаны меңгеріп отыр ма? Жоқ. Ал енді сол шетелде қазаққа көңіл бөлмеуге бола ма? Болмайды. Көп әңгіме бар мына кітаптың ішінде. Мен бірінен айта кетейін, диаспора жағынан. Сол құрылтайды құрамыз, кіші құрылтайды, Қазақстанның тәуелсіздігінің 10 жылдығы, өзіміздің қоғамның 20 жылдығы деп құрдық бұны. Сол кезде мен тарығып, не істеймін деп туыстарға айтқан уақытта туыстар маған не бермеді, мән бермеді көбі. Содан кейін бұл не болса да тәуекел деп өзімнің сол үйдегі жұбайыма ақылдастым. Ол кісіден сен де егер өз қалтаңмен жүретін болсаң, құр. Өз қалтаңмен жүрмейтін болсаң, қоғамнан ақша аламын, анадан алам десең, о zaman мен ақымды, түрктерде сондай бір әдет бар, ақымды дәлел етпеймін дейді. Құдай алдына барғанда, құл ақы дейді, ол енді былай түсіндірейін де, құл ақысы да Құдайдың өзі құл ақымен келме дейді, мен кешіре алмайын дейді. Сіз біреуді тонап кеттіңіз, біреудің малын тартып алдыңыз. Егер одан кешірім тілемесеңіз, ол ақты Құдай өзі кешірмейді. Сол адамның өзінен барып, кешірім тілеп барып кешіріледі. Yani soğan getirip oturdu ya men жұбайым. Енді қысқашасы сол нені құрған кезде мен бәрін енді шақыруға қазым, ананы мынан бәрін дайындап алдым. Енді бұл келген қонақты қайда жатқызам? Қалай болады? Деген уақытта спонсор іздедім мен. О спонсорды енді мынада жаздым ғой. Таптым, не қылдым? Осы қысқан Науада отайдан бір өтел ұстадық. 80 кісілік. Одан кейін Таузант өтел дейді. Оның несі түрік екен. Оған Түркиядан келген қазақтар жазсын деп, ода дүзгісілік. Оған ұстадық. Оның сыртында ағайындар келгендер көп өзі үйге келіп жатады, білесіз ғой қазақтар. Көп өзі өтел ұстап келді, сонымен жатты. Ал енді осыған шетелден келген қазақтарға виза керек, ең несі. Ол келе алмай қалса қиын ғой. Сонысын немістің сыртқы істер министрлігіне хат жаздым. Министрлікке хат жазып, біз осындай 70 жылдан бері біз Қазақстан тәуелсіздігіне аңсап келген едік. Бүгін Қазақстан тәуелсіздігі алды. Міне 10 жыл болды. Енді осы жерде Ауропаның ортасында құрылтай жасамақшымын. Осыған сіздер енді Шенген визасын берсеңіздер. Алдымен бәрінен де анықтап жаздым деді, о жеріне қылып, осындай деп. Сосын маған айтты, сол сіздің айтқан деді. Тұрған қазақтарыңыздың деді, тізімін бізге өткізіңіз. Қай жерде біздің елшілігіміз болсын, консулымыз болсын, сол жерге сіздің берген тізіміңізді берсеңіз бізге, біз сол жерге жібереміз. Содан соларды өздері шақырады, шақырғанда келеді, қолма-қол визасын береміз, ақша да алмаймыз, бір айлық Шенген визасын береміз. Мынау енді екі мемлекеттің келісім жасап әуелі зор атқаратын жұмыса, сол осы жерін менегі сырттағы диаспораның күшінің қандай болатыны, халқымызға қандай пайдасы тиетінін міне. Осы жерін айта кетейін деп отырмын. Ең маңызды нәрсе. Еңбегіңіз зор екенін білеміз. Мына кітапта көп нәрсе баяндалған. Бізде енді бір эфир барысында бұл еңбектің барлығын атап өту өкінішке қарай қиындау мүмкін емес. Мен мынандай сұрақ қойғым келеді. Көп естеліктер сақталған. Тәуелсіздік алған кезде Қазақстан, мәселен, Халиф Алтайдың естеліктерін кездеседі. Сол хабарды естіген бойы көзіме жас алып сәждеге жығыла кеттім дейді. Сіз Қазақстанның егемендікке қол жеткізіп, тәуелсіздік алған алғаш естігенде қандай әсерде болдыңыз? Есіңізде бар ма қазір? Есімде бар. Оны тағы жаңа сіздің сұрағыңызда ол есте барды. Недің өзінде біз желтоқсанның өзінде айғайлап шыққанбыз ғой. Неге? Ана орыстың несі бар болатын, консул, о zaman соған барасың, елшісі.
Қазақстан жоқ, аты жоқ, несі жоқ. 86-дың мында болған жағдайды сіз шетелде жүріп, сыртта жүріп естідіңіз ғой? Естідік. Сосын неге бардық? Қаракүлді алып, Қаракүл. Далып елшілікке бардық, орыстың елшілігіне барып, содан кейін оған есіктің алдында мына күлді береміз, ішерге біз айтатынымыз бар десе кіргізбейді. Одан айғайлап, шулап, сол жерде 10 шақты кісі барғанбыз. Содан кейін біздің күлді сол жерге тастадық, бердік, кеттік, хатты да жаздық, кеттік. Сендер не қылмайсыздар, біз осылардың ұрпағымыз, міне енді осы желтоқсанға біз де осының ішіндеміз. Біз де сол құрбан болғандардың біреуі бізбіз деп. Одан кейін бір төбенің үстінде елшілігі. Анау төбеден астыртынан шығады. Енді екінші барып тағы айғайлайық десек, ана нені есікті төбенің астына орнатып тастапты. Анаған шығып бару мүмкін жоқ. Жауып тастаған. Жауып тастаған. Шықсаң, ана жерден шыға алмайсың. Сөйтіп жүріп айғайлап жүріп, одан кейін жерде келгеннен кейін біз мына Семейдегі жарыс болды ғой. Сол жерде баладардың кем мүгедек болып қалған баладардан, солардан біз 30-ға жақын баланы осы жақтағылармен ақылдасып отырып алдырып, оны әкеп үйдерімізге жеке-жеке алып, бала ұқсатып, бағып кеткенше бағамыз деп қондырып, оларды сол немістерден жинап, немістерді өзімізді қазақтар жинап, аз болса 4-5 жерде концерт көрсетіп, әгдер концерт айтады баладар. Өзің көз жасың тия алмайсың. Өздері әгіндей мүгедек. Сөйтіп барып әгіне қылдық. Сол кезде біз көз жасымызды сөйтіп тия алмадық біз Қазақстан bağımsыз алғанда. Ондай әрекет деген енді әркім жасай алмайды. Соны жерден алып, оны әкеп көрсетіп, ондай істерді жасап кеттік біз кезінде. Ол туралы. Айтып отырмай, 81-де біз бастап кеткенбіз, о zaman айта алмадық енді. Енді біз сұхбатымызды бүгінгі ақырындап қорытындыласақ, сізге осындай келесі сөз жолдағым келіп отыр. Мына қазақтың сізге ұнайтын тұсы қандай және ұнамайтын қандай тұсын атап өтер едіңіз? Қазақтың ұнайтын тұсы біз енді бәріміз сырттағы шетелде қазақ болайық, іштегі қазақ болайық, бәріміз жұмылып бір неден шықсақ, бәріміз ешкім не болмайды. Қазақстан әзір жаман емес, шетелге танылып болды, шетелдегі көп елдердің қатарынан асып та кеттік. Оны іштегілер көп біле бермейді. Енді өзіңді шетке шығып жүрсің, білесің, шетте Қазақстанның абыройы деген жоғары. Біз Қазақстанымыз деп біздің жастарымыз бұлай кеудесін қағып, бұрын қазақпыз деп айтпайтын әуел біздің шөбередер. Түрікпіз дейтін ба? Түрікпіз дейтін. Қазір қазақпыз деп ұйым құрып, біздің Гүнештегі қазақ деп дернекті құрбап, сода көрген шығарсың, немере шөбереміз содар жүрген. Болды ма, иә? Сөйтіп, осыңды дегенім сондай немене. Оның ішінен бұл жағдай біраз тіл жағынан, дін жағынан оған нем жоқ. Мешітке барып жүрмін, мешіттің сыртында оқып жатыр, жастарымыз қалалар аз болсын. Бәрі шетте тұрып намазын оқып жатырсын, жамиға асып төгіліп. Енді тіл жағынан біраз шетте жүріп, біз мынандай, белкі біздің тіліміздің кем-кетігі көп шығар. Соның өзінде сіздердің алдарыңызға қазақша сөйледім деп мәз болып отырмын ғой, былай айтқан уақытта. Ал енді 30 жылда туған бала бүгін қазақша білмесе, бұл біздің айыбымыз ғой. Ал оны 30 жылда қойып, соның мамасы, әкесі де жақсы білмейді. Осы жағын өте не қылса. Ал шетелде қазақтар... Бұл ұнамайтын тұсы, е? Осы ұнамайтын осы. Шетелде қазақтар не қылады? Әлі айтып жатырмыз. Бізге бір орталық. Бұны мен көп жерде айтып кеттім. Түріктер дегенде, түрікте болған не қылмайық? Түріктердің қай облысқа, яғни неде барсаң шетелдегі, бір медени орталығы бар. Бір жерде емес, әр жерде. Мына дітіп дейді. Түркеуі дейді, түркеуі. Оған президент келгенде соның салына кеп жиналады. Медени орталығы бар, bütün кітап недер, діни сабақ береді, тіл үйретеді. Енді біздің Қазақстанның бір болмаса Аурупаның ортасында бір сондай бір медени орталығы болса, осыған мен көп арыздандым. Көп жоба жасап жібердім осы жаққа. Біреу әлі қабылданған жоқ. Бір ara бір неден бір не шықты, менің құлағыма жеткен хабар, неден парламенттен бір сондай бір не шығатын болды деді. Кейін ол шығыпты,
чыкса, бул Берлиндеги элчиликте болсун деп. Ал Берлиндеги элчиликте о жерде казактын саны көп болсо бир 20-30 үй. Ал элчиликке ким келеді? Кимдин баласы кеп окуйду? Алмайын кайшетинен кеп. Оны мен кейін барғанда сол элчиди мырза маған көрсетті, міне медени орталық құрдық ошода деп. Бір кішкене бөлмені жасап қойыпты медени немене деп. Артық оған енді қалай болады оны айта алмайсың. Сонымен әлі мен соның артындамын. Сондай бір медени орталық болса, баладарымызды қазақша оқытса, тіл үйретсе, оған әзір бәрі шабыттанып жатыр. Әзір жастар неге жылында бір рет құрылтай өтеді, топ ойнайды. Қазақстаннан бұрын 2 рет мына өзіміздің Бауыржан Османов кеп команда кеп 2 рет ойнатып кеткен. Сол секілді недер болса алмасып тұрса, келіп тұрса, осы жағдайларды енді бүгін бір білмеймін, қуаныш деп айтам ба, отандастар қоры құрылды енді. Осы туралы енді отандастар деп атап қойдық енді. Бұрын оралман дейтін әлі шалалықтарымыз бар. Осылардың бәрін түзеп енді отандастар қорын өзі жақсылап соған бір көмек арқа беріп, Қазақстанның енді осы парламенттегі біздің министрлердің де құлағына тисін. Осыларға әуел президентіміз де құлағына тисін. Осыларға арқа сүйеу болып, осыларға сондай бір жеңілдік жасадып, сол жақтан бірдеңке аштырып сондай не қылса, тым жаман болмас деймін, жақсы жағы осындай болады. Енді ана жағынан жаңа айтқандай, көңілім онша не болмайды, толмайды. Абдурахман аға, менің сұрақтарым бүгінге аяқталды, сізге қоятын. Өзіңіздің қандай да бір алып қосарыңыз болса, мен содан кейін бағдарламамызды ақырындап қорытындылап, бүгінгі кездесуімізді аяқтаймын. Жақсы, рахмет Бұқарбай. Балам десең де болады, інім десең де болады. Енді бүгін осы кітаптың арқасында Сарыарқаның төрінде күні барып Астанамызда тұсаукесерін тұсап, өкімет жағынан адамдар келіп, мәселен. Көп недер профессордар бәрі немене қылып жатыр. Бұл менің өте қуанышты бір немене болды, бұндай деп сезінбеген. Ал осы жерде, мәселен, осы Алматыда өткіздік тұсаукесерін. О да өте ерен, өте тамаша немене болып өткізілді бұл жерде. Осындай жағдайлар енді Алла Тағала біздің маңдайымызға жазды. Міне көріп отырмыз, осы енді елдің несімен, бірлігіменен, тірлігіменен бізді де енді өздерің қолдап не қыласыздар. Сіздің де осы кітапқа көп еңбегіңіз сіңді, өз атыңызда жазылып тұр міне. Осындай недер менің айтатыным, рахмет еліме, жұртыма, қазағыма, барлығына. Бауыржан Оспанов ағамыз бар. Бауыржан Оспанов ағамыз енді бұған ең үлкен сол кісінің қамқорлығымен, сол кісінің спонсорлығымен аты да жазуды, бәрі көмекті сол кісі. Сол бір ауыз сөзімен менің арадан қанша жыл көрмей қалдық, сол бір телефонда өзі ауырып отырып келіп, үйіне қондырып отырғанда өзіңе телефон етті ғой. Сол кезде сізді мен баяғыда кетіп қалған екен деп ойласам, әлі жүрекесіз қойсам да мен көлімге барғанда 20 жасында едім дейді. Енді деп, содан кейін мен енді не шаруаңыз бар дегенде айтып қалдым ғой енді. Осындай бір шаруаға барып қиналып қалдым біраз. Ой, ол бір түк емес деп телефонды аласап саған өзіңе телефон соқты да. Сол бір ауыз сөзімді жерге тастамай, ой, кітабыңыз болды. Біздің жігіттер бар, соларға айтам, бәрі шығарып бесіп береді. Кітап бітті деген заманда ана Каринеге телефон соқсаңыздар болды. Бәрі өтеледі, бітеді деді. Сол, Алла разы болсын. Осындай жігіттер, осындай азаматтардың арқасында міне болмаған іс болып кетті. Көп рахмет Бауыржан, Алла сақайсын енді. Бұл кітабыңыз шыққан соң бір іштей жеңілдеп қалдым деп айта аласыз ба? Іштей жеңіл дегенді қойып, не деймін, қаңбақтай үшіп Түркияға бара жатырмын. Енді осыдан енді барып бір демалып, деп mesela. Бұл енді ардаймен енді 80 жаста, 83 жаста компьютер алатыр, оны жаз, оны не қыл. Енді мынаған әуел қол қоюға да неме көзімнің несі май таусылып қол қоя алмай алған мөрі бұзып отырмын ғой. Енді сондай енді бүгін қандай болмасын мен айта алмаймын енді. Үш деп демалып енді. Алла разы болсын. Сонымен құрметті көрермен, мінекей бүгін сұхбат аяқталып қалды. Алдарыңызда тұрған өмір жолындағы соңғы көш және оның авторы Абдурахман Четен ағамыз
Көріп отырғандарыңыздай бұл туындының рухы бар, жаны бар, міндетті түрде тауып оқыңыздар. Енді бұл кітапты іздейді көштің тарихына қызығатын қауым. Осы жерде біздің бұған дейінгі дәстүрімізде болмаған нәрсе, бірақ оқырманға бір батаңызды берсеңіз, осы кітаппен танысатын. Сізден бір бата алып қалайық, оқырмандарымызда қолдарын жайып бір әумин деп. Оқырмандарға енді осы кітаптарды оқығаннан кейін бұның ішінде елім деп, жұртым деп сонша иманияның шыңынан асып жүргенде көп адамдар шейіт болды. Солардың аруақтарына әсіресе Құран оқып қойыңыз. Соларға ниетімізді Аллаға жалынып білдіріп қойыңыз. Сондай адамдардан қаншамасы сол жерде жүріп қайтыс болып, беті де жасырылмай қалып қалғандар болды. Енді сондай дүниеден өтіп келіп, бүгін міне жарық дүнияға келіп, бүгін міне қол жайып, өзіміздің ұлтымызда, жұртымызда дұға қылып отырмыз. Оқырмандардың да не тілеген тілектері болса, қандай бір ойдары болса, Алла соған жеткізсін. Барлығымыздың ойымызға, тілегімізге Алла өзі жеткізіп, барлығымыз есен сау болайық. Осы кітаптың шығуына көп еңбек берген Бауыржан Оспанов үніме де көп Алладан дұға тілекте боламын. Барлық қол жайып тілеген тілектестерге Алла тілегімізді де ішінде қабыл етіп, барлық ел жұртымыз, басымыз аман, деніміз сау болсын. Елменен, жерменен қауышып, барлық ниетке Алла өз жеткізсін. Құдай өз жарылқасын. Амин. Абдурахман аға, көп рахмет сұхбатыңызға. Мазмұнды өте терең сұхбат болды. Өзіңіз 200 жасаңыз, кітабыңыз, туындыңыз 1000 жасасын деп тілегім келеді. Құрметті көрермендер, бұл Бақытжан Бұқарбаймен бас қосу болды. Алдағы кездесулерде, сұхбаттарда кездескенше аман сау болайық.